Фетрден өз қолыңызбен 7 лақ ертегісін жасап үйренгіңіз келсе, менің видеомды соңына дейін қарауды ұсынамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен өзімізге қажетті кейіпкерлердің формасын, яғни шаблондарын принтерден шығарып, қырқып дайындап аламыз. Googleға выкройка козленка, выкройка волка деп жазсаңыздар шығады. Соны өзіңізге қажетті размерде үлкейтіп, кішірейтіп, принтерден шығарып алып қырқасыз. Енді осы дайындаған шаблондарымызды, яғни қатты картон қағазға шығарылған шаблондардың барлығын фетрдің үстіне қойып сызып аламыз. Сызып болғаннан кейін барлығын қырқып шығамыз. Мен бүгін 80-60 размердегі фетрге осы кейіпкерлерді жасайтын боламын. Мен қатты фетр сатып алдым. Бұның метрі 1200 теңгеден. Осыны 80-60 размерін өлшеп, өзіме лайықты размерін қырқып алдым. Үйдің размері 30-30 сантиметр. Үйді де 2 штуктан қырқып алдым. Бірінші суретін салып, фетрға сосын қырқып аласыз. Барлық керекті заттың барлығын фетрге бірінші суретін саласыз, сосын қырқып аласыз. Ең соңында тігетінін тігіп, жапсыратын боламыз. Үйдің ішіне мына пештің размеріндегі қырқылған бөлікті осы үйдің үстіне тігіп шығамыз. Негізі фетрдан бұндай ертегіні тігу қиынға соқпайды. Егер қолыңыздан келетін болса, қолыңыздың икемі бар болса, ешқандай қиыншылығы жоқ. Тек қана размерлерін алдын ала өлшеп алып, тіксеңіз, өзіңізге оңайырақ болады. Бірінші бетіне осы пештің көлеміндегі бөлікті тігіп аламыз. Екінші бетіне, яғни ол жағы бастапқы беті болғандықтан мен ол жерге тікпедім. Ол бірінші бастапқы бетіне үйдің тек мен клеймен жапсыра салдым. Менің каналыма тіркеліп алыңыз. Менің каналымда көптеген тегін мастер-класстарды көре аласыз. Енді үйдің екінші бөлігіне жапсыратын осы бөлікті тек қана ортасын тігіп аламыз, ал қалған жақтарын ең соңында клеймен жапсыра саламыз. Үйдің шатырын үйдің жоғары жағына қойып, екі жағын тігін машинкасымен тігіп шығамыз. Енді қасқырдың шаблонын қойып, фетрға сызып, оны қырқып алдық. Енді осы бөліктерді бір-біріне беттестіріп қойып, машинкамен тігіп аламыз. Яғни әрқайсысын екі бөліктен кесіп алған болатынбыз. Осыны бір-біріне беттестіріп тігеміз. Осы біздің қасқыр кейіпкерімізді, яғни қолымызға киіп, рөлдерді сомдай беруге болады. Енді күннің бейнесінде тура осылай машинкамен бір-біріне беттестіріп тіксеңіз болады, немесе тек қана сол бір ғана бөлігін соны липучкамен жабыстырып қоюымызға болады фетрға. Біз 7 лақтың мысалы әрқайсысын 2 штуктан шығардық. Мысалға басын 2 штуктан, қолын 2 штуктан және денесін әрқайсысын 2 штуктан шығардық. Неге? Себебі бір-біріне беттестіріп біз тігетін боламыз. Барлығын тігіп шықтық. Міне 7 лақ және анасы. Барлығын осылай тігіп шықтық. Енді үйдің төменгі жағына шөптің белгісін, яғни осы бөлікті тігіп шығамыз. Төменгі жаққа бір түзу сызықпен тігеміз, ал терезесінің өлшемі 15-15. Енді ертегі кейіпкерлерінің көздерін және мұрындарын моншақ арқылы ыстық клеймен жапсыратын боламыз. Бұны фурнитура сататын жерде полубусинка деп сатып аласыз. Әр лаққа, 7 лаққа және анасына осылай әрқайсына 2 моншақтан ыстық клейімізбен жапсырып шығамыз.
Қолдарыңызды абайлаңыздар. Ыстық клей өте ыстық болғандықтан қолыңызды күйдіріп алуыңыз мүмкін. Және алдын ала фетрдан кесіліп алынған үшбұрышты формадағы мұрындарын да бірге жабыстырамыз. Және анасының екі мүйізін жапсырамыз, және құйрығын жапсырамыз. Барлығын клеймен жапсырып шығамыз. Қасқырдың көзін бірінші ақ фетрдан кесіп алдым мен, дөңгелек қылып. Сол бірінші ақ көзді жапсырамыз астын. Ыстық клеймен бірінші жапсырып аламыз. Одан кейін барып, сол екі дөңгелек ақ фетрдің үстіне екі қара моншағымызды жапсыратын боламыз. Ыстық клейді қолдану үшін бізге мындай горячий пистолет деген керек болады. Горячий пистолет деп аталады. Оның ішіндегі клейі термоклей деп аталады. Штугін 50-60 теңгеден ала аласыздар. Ал горячий пистолеттің өзі 1000-1500 теңгеден жоғары тұрады. Күннің көзіне де екі моншақты ыстық клеймен жапсырамыз. Үйдің бастапқы бөлігіне бағанағы бірінші бөлікті ыстық клеймен жапсырып тастаймыз. Себебі ол жерге сіз машинкамен тіге алмайсыз. Машинкамен тіксеңіз бастапқы бетінен көрініп қалады. Бұл қалташаға сіз уақыттарды салып қоюыңызға болады.
Енді үйдің екі бөлігін бір-біріне беттестіру үшін бөліктерді осындай фетрдің қалдықтарымен екеуін біріктіріп жабыстырамыз. Енді тауымызды ыстық креммен жабыстырып шығамыз. Төменгі жағын және жоғарғы жағын барлығын ыстық крем жабыстырамыз. Енді липучкамыз дайындаймыз. Талдың артына осы липучканы қырқып, екі бөлігін талдың артына біреуін фетрдің бастапқы фетріміздің өзіне жабыстырамыз. Ыстық клеймен осылай жабыстырып болғаннан кейін, мына ыстық клейдің артық қалдықтарын қолымызбен алып тастаймыз. Осылай арттарына липучка жабыстырып шығамыз. Мен тек бұлттарға ғана липучка жабыстырмадым, қалған барлығына липучка жабыстырдым. Осы біздің жасап жатқан жұмысымызға керекті заттардың барлығын жаңа швейный фурнитура дүкендерінен сатып ала аласыздар. Тіпті осындай фетрдан ертегі жасап, осылай ақша тауып отырған адамдар да бар. Егер сіз осылай жасап үйреніп алсаңыз, сіз де үйде отырып ақша табуыңызға болады.
Бұл көрнекілікті әсіресе көбінесе жаңағы балабақшада қолданатын білесіздер. Көбінесе балабақшада жұмыс жасайтын тәрбиешілерге аса қажетті көрнекілік құрал ретінде пайдаланады. Енді липучканы талдың жоғарғы жағына ұзын етіп жабыстырамыз. Себебі оның үстіне біз жеті лақты соның үстіне липучкамен орнататын боламыз. Барлығын ыстық клеймен жабыстырасыз, асықпай қолыңызда байлап ыстық клеймен жабыстырып шығасыз. Одан кейін барып жеті лағымыздың әр қайсысының артына липучканы көптеген бөліктерге бөліп, соны лақтардың артқы бөліктеріне жабыстырып шығамыз. Егер менің мастер-классым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар және подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Егер сұрақтарыңыз бар болып жатса, комментарийге қалдырсаңыздар болады, міндетті түрде жауап қайтарамыз. Біздің мына жеті лағымыз дайын болды. Әр қайсысының артына липучка жабыстырып шықтық. Осыны енді мына үлкен көлемдегі жабыстырған липучкамыздың үстіне орнататын боламыз. Менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.
Сіздер ойлап қалмаңыздар, неге лайк бас деп жатыр деп. Просто сіздің лайк басып комментарий қалдырғаныңыз менің ары қарай жұмыс жасауыма мотивация береді, адамның көңіл күйін көтереді. Сол себепті біз әрдайым каналға тіркеліп алып, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар деп айтып жатамыз. Мен мына талдың яғни бұтақтарына моншақтарды жапсырғым келіп отыр. Моншақтар жапсырып бір қарағанда талдағы жемістер сияқты көрініп тұрады. Липучкаға осылай лақтарды анасымен бірге қойып шығамыз. Егер сыймай жатса, үйшіктің ішіндегі пешке және қалташаға салып қойсаңыз болады. Енді біз мына үйшікті әлі основной фетрімізға жапсырмадық. Сондықтан біз бұл үйшіктің артқы жағын ыстық клеймен жапсырып тастауымыз қажет. 7 лақтың 1-2-3-еуін осылай үйдің ішіндегі пешке және қалташаға салып қоюға болады. Үйдің ашылып жабылуы үшін бұларға да липучка жапсырамыз. Фетрмен жұмыс жасау, именно осыны ертегілерді жасау өте көптеген төзімділікті қажет етеді. Бірақ ең соңында осындай керемет дүние шыққан кезде өзіңіз қуанып қаласыз. Бірінші жасаған адамға қиындау болуы мүмкін, бірақ сіз егер қолөнермен айналысып жүрген адам болсаңыз, әр жасаған ісіңізден кәдімгідей ләззат алатын боласыз ғой. Шынымен осыны мен жасадым ба деген сияқты бір қуанып, бір ерекше сезімде боласыз. Мен бұл ертегі кейіпкерлерін жасау жұмысымды, яғни осы жұмысымды жасауға 8-9 сағат уақытым кетті. Мен бірінші рет жасап тұрғандықтан өте көп уақыт кетті деп ойлаймын. Ал егер бұрыннан жасап жүрген, күнделікті жасап жүрген адамдар болса, бұдан азырақ уақытта бітіруге болады деп ойлаймын. Қолың үйренгеннен кейін тезірек жасайтын боласыз ғой. Қасыңызда көмектесетін адамыңыз болса, яғни сізге қырқуға, жапсыруға көмектесетін қасыңызда адам болса, ертерек, тезірек бітіруге болады. Ал мен бір өзім жасағандықтан осындай көп уақыт кетті. Енді мына үйімізді бастапқы фетрімізға, яғни астыңғы бөліктегі үлкен фетрға ыстық клеймен жабыстырып тастаймыз.
Мен мына бұлттардың барлығын ыстық креммен жапсырып тастадым. Липучкамен жапсырайын деп ойлағам негізі, бірақ ұсақ заттар болғандықтан осылай жапсырып тастауды жөн көрдім. Ал сіз артына липучка жапсырсаңыз болады, негізі липучка жапсырып қойсаңыз болады. Сонда балалар сабақта қолдаған кезде мына әрқайсысы липучкамен жапсырылғандықтан оны қолмен алады, қайтадан жабыстырады. Балалардың қолдарының моторикасының дамуына өте көптеген септігін тигізеді. Біздің жетілақ және қасқыр ертегісі дайын болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Осындай керемет жұмысты өз қолдарыңызбен жасап көрсеңіздер болады. Видео соңында маған мотивация беру үшін мен каналыма тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Келесіде қандай жұмысты көргіңіз келеді менің каналымнан, комментарийге қалдыра кетіңіздер. Мен сіздердің ұсыныстарыңызды жасап беруге тырысамын. Міне осындай керемет дүние шықты. Сіздер маған қолдау білдіріңіздер. Мен де сіздерге әрдайым осындай тегін мастер-класстармен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше.